Жаңа айтып бердім саған, толық барлығы тең. Ошоның барлығын сен жоюшың керек. Ошоның үшін отырасың. Қолыңнан келсе іштеп керек, қолдан келбесе кетіш керек. Елді қинамас керек. 4 жылда, қанша жылда іштеп атасың? Қанша жыл істегеніңе? 17-тен бері? 17-тен бері мұна. Сен келгенден бері мұна арқа кетті. Өмір тұрастың да кетті. Ныласы енді барлық қинап, бизнесті қинап. Мұна 100 пәтерлі үйдің салыш үшін құрылыс компаниясы орта есеппен 50-ге жақын мақұлдаушы төрек дейді. 12 әрқандай экспедициядан өтті, 100-ге жақын қол çoğalту талап қылынды дейді. Ошоны қыдырып өткенше, білесің бе балалар не болып бітеді? Ошоны кириш, чыгыш ошонун ичинен. Ошоны күтүп, канча убакыт, канча каражат. Силер буну аталап кылып атасыңар да. Аталап кылып атасыңар. Бул кыргызча айтканда чөнтөк толтурган эмесин өзүңөр жеке чечип атасыңар. Ошонун ушундай болуп атат. 70% аркага кетип атабыз. Бир терге киргизип 2 жыл мурун айтылган. Ошондо толук чече албай жүрөсүң, чече албай атасың. Бул маселе боюнча. Жыйынтык шаргыны колуңа келбесе ачык айтып кеткин, айтам премьер-министрге дагы. Кеткинде эмне кыласың бизди кыйнап барасың? Мына биз баш болуп отурабыз, бүт рейстер алдыга жылып атабыз, а курулуш боюнча аркага кетип атабыз. Даже энергетика маселе жылды мына. 27%га жылды, жылбай айтылып ордунан. Отур.